Сәлеметсіздер ме, құрметті жаныңа жарты сағат подкастының тыңдармандары. Бүгінгі подкастымыздың арнайы қонағы әйел, ана, ғалым, психология ғылымдарының профессоры Папаева Мариям Құрманғалиқызы келіп отыр қонаққа. Қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме? Алдымен өзіңіз жайлы қысқаша біздің көрермендерге таныстырып кетсеңіз. Қазақта мен де өмірге келген жерім өзіміздің еліміздің шығыс өңірі, табиғаты керемет, ауасы таза, Зайсан деген аудан бар, соның бір шағын бір Саржа деген ауылында дүниеге келгем. 8 жылдық мектебі бар. Сол ауылда білім алдым. Кейінгі 9-10 класста аудан орталығы Зайсан қаласындағы мектеп-интернатта білім алдым. Сол кездегі білімнің қаланған негізі әлі күнге дейін сол дамып жетіліп келе жатыр. Менің туған жерім туралы айтатын әрине көп. Міне осы қысқаша. Көп балалы отбасына дүниеге келгем. 7 ұл 7 қыз. Сол 7-ші қыз отбасының ең кенжесімін. Ғылым жолына қалай келдіңіз? Ғылым жолына келу, ол бірден келдім деп айта алмаймын әрине. Ол менің оқуым, білім қуым, сонымен басталады. Мектеп бітіргеннен кейін бірден сәтті болды деп айта алмаймын. Жоғары оқу орнына түсу маған бірден бұйырмады. Онан кейін мынау Қаскелеңдегі педагогикалық училищенің мектепке дейінгі тәрбие бөлімінде білім алдым. Сол жерде оқып, сол жерде тұңғыш рет психология деген ғылымның бар екенін білдім. Онан кейін оны үздік тәмамдағаннан кейін қазір өзім қызмет етіп жатқан Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, ол кезде институт болатын мемлекеттік. Соның осы педагогика және психология мектепке дейінгі бөліміне түсіп, соны бітірдім. Сонан кейін сол оқып жүрген кезімізде өзіміздің ұстаздар бар, профессорлар бар, солардың қолдауымен, солардың жол көрсетуімен ғылыми жұмыстарға қатыстық. Сонда да мен ғылымның қандай екенін мен ұғына қойған жоқпын әрине. Түсінбедім, университетті бітірдім, ауылыма барып 2 жыл жұмыс жасадым. Сонда мен өмірді білдім, мамандықтың қыр-сырын түсіне бастадым, баламен жұмыс жасаудың оңай емес екенін білдім. Сөйтіп жүргенде осы өзіміздің сол кезіндегі сабақ берген ұстаздарым университет қабырғасына шақырып, оқытушылыққа шақырды. Сол кезден бастап бұл ғылымның екенін түсіне бастадым. Мен бір қызық айтайын, енді қазір көптеген оқу құралдарының авторымыз, біраз студенттеріміз сол кітаптарды оқып танып біліп жатыр ғой. Алғашқы статья жазғаным бір есімде. Ол кезден біз кеңес үкіметі кезінде білім алғаннан кейін бәрі орыс тілінде болды. Сол кезде мен ойлағам ғой, бір осы Талдықорғанда бір халықаралық конференция ұйымдастырылатын болып, соған статья дайындау керек болды. Жас маманмын. Содан кейін жазып әкелдім орыс тілінде. Кітаптардан қарадым, бұрынғы ақпараттарды жинастырып, қарап, бір 3-4 беттік мақала алып келсем, бұл жарамайды дейді. Мүмкін енді менің ойым жетпеген шығар орыс тілінде. Шын аспекті тақырыпты аша алмаған боларым. Соны жауап қойдым. Кейін оны ойладым, неге мен өз қазақ тілімде, өз ана тілімде жазбаймын деген ой туындады. Сөйтіп бірте-бірте осы мақалаларды жазу бастады. Онда да бірден сәтті болып кете қойған жоқ. Ең бірінші осы ғылымға баулыған өзім ұстазым Әбілхан Жұмаділәұлы Алдамұратов марқұм. Сол кісі әрбір жазғанымызды диктант тексергенде тексеріп, жазып, қаламын ұштап алып, сонымен тексеріп, жазып, сол кісі менің мақала жазуға, ғылыммен айланысуға тікелей бағыт-бағдар берген сол кісі. Онан кейінгі өзіме сабақ берген Ғани Рахимбекұлы Рахимбеков, онан кейін өзім тікелей жетекшім Шерезад Қорлан Тоқтамысовна. Міне сөйтіп ғылымның есігі маған солай ашылған. Қазақ психологиясының тарихын қалаған біздің ұлы тұлғаларды атап отыр, иә. Сол кісілерде осы психология ғылымына қосқан үлестері өте зор ғой. Ол жайлы да кейін бір тақырыпта айтамыз жастарға. Жаңа айтып кеттіңіз ғой, оқуға кеш түстім деп. Негізі мен де сондай оқуға 3 жыл түсе алмай түскем. Ол кезеңде осы кезеңдегідей оқуға түсе алмасаң ақыл оқыта салатын заман болған жоқ қой. Сондықтан біз ақыл оқитынға ондай деңгейіміз де мүмкіндігіміз де жоқ болды. Сонан кейін тағы да мынандай нәрсені қосуға болады. Ол кезде жай сенің сәтті болмай оқуға түсе алмай қалсаң, ол ешқандай бір трагедия емес еді. Жұмыс істеп, өмір тәжірибе жинақтап, еңбек өтілі дейді. Сонымен келесі жылға түсуге мүмкіндік болатын. Қазірде балалар депрессия ұшырау,
жаңағы бір суицидке ұмтылу, бір күйзеліске түсу деген болмайтын. Әрине бізде де болды. Жақсы оқып алып оқуға түсе алмай қалу деген бізге де оңай болған жоқ, бірақ шыдадық. Жетістік бар әзір. Ғылымдағы ең қиын кезіңізді еске түсіп айта аласыз ба? Әрине қиын кезең болды ғой. Ол ғылымды игеру, оған ішіне сүңгіп кіру деген оңай емес. Мысалы мен мынау Әл-Фараби, мынау жаңағы отырадан шыққан Әл-Фарабимен қатар ғұламалардың бірі, мысалы Имид ад-Дин Абу Хасым Әл-Фараби деген бір ғұламаның айтқан сөзі бар. Былай дейді: ғылым өзен, даналық теңіз. Ғалымдар өзен жағасында жүрсе, даналар теңіз ішінде емін-еркін сүңгиді дейді. Расында да өзін-өзі таныған ғалым ғана әулиелер санатына қосылады. Сонда ғана оның ғылыми дәрежесі өзіне байқалмай бірте-бірте өсе береді деген екен. Яғни мен осыдан үлкен ой түйіндеймін. Бұл тегін айтылмаған сияқты. Ол ғылымда мен келдім, бірден меңгеріп кеттім деп айту жаңсақ пікір болар. Ең алғаш келген кезде мен жаңа мақаладан бастадым ғой. Соны ойлап жүрмін ғой, мен айналамдан бәр профессорлар, кандидат науктар, ең жасы сол кездегі мен болдым. Бұл енді 87-88 жылдары. Сол кезде мен ойлаймын, мен қалай болам, қалай мына кісілердің қатарына қосылам, қалай істеуге болады. Ғылым қалай кіру менің ешқандай санамда жоқ. Ойлаймын, мен осы дұрыс жолда келе жатырмын ба, жоқ па деп. Әлде мен жолым басқа ма еді деп. Содан бір күні Қорлан Тоқтамысының жетекшілігімен уже қорғауға тақырып бекітіліп жатыр, ізденіп жатырмыз, жазып жатырмыз. Сонда да мен өзім әлі қанағаттанбаймын. Содан бір әріптесіміздің сәті келіп қорғауға шықты. Ол кезде қорғауға міндетті түрде біз қатысамыз, ол тәжірибе, өзімізге керек нәрсені аламыз. Сонда мен бастан аяқ қатысып отырған кезде сол қорғаудан шыққандағы менің ойға түйгенім, мен де бұнан жазылам дедім. Мен тура мен сөйтіп ойладым. Сонда мен бүйтіп ойладым, бір глобальный, бір керемет бір жаңалық шығады деп ойлағам ғой. Жоқ, ондай сіз өзіңіз таңдаған тақырыптың негізгі бір қазіргі жастардың ба, жасөспірімдердің бе, немесе өзіңіздің таңдап алған тақырыптың бір жаңашылдығын ашу екендігін мен түсіндім. Яғни оның практикалық маңыздылығын, теориялық маңыздылығын түсіндім. Сол кезде мен көзім ашылды десе де болады. Содан менде бір мотивация пайда болды шындығында да. Менде қолымнан келеді екен ғой деген. Сонда ішкі бір құлшыныс пайда болды. Ішкі өзіме өзім бір қамшылау пайда болды. Әрине бұл осы мен ойлаймын, сол ғылымға келудегі менің әрі-сәрі қалай артқа кетуіме, жоқ алға жылжу ма дегендегі бір қиын сәтім осы болды деп ойлаймын. Әрине өмірде қиыншылықтар көп болды ғой, жеңіп келе жатырмыз, әлі де жеңеміз деп ойлаймыз. Өмір қиыншылықсыз тұрмайды. Бұл түсінікті. Енді өзіңіз айтып келе жатсыз ғой, жаңа жеңіп келе жатырмыз деп. Ғылыми жолыңыз бен жеке өмірінің арасындағы балансты қалай сақтап келесіз? Бұл өте бір жағынан күрделі сұрақ, бір жағынан өте өзіме де пайдалы. Әрине отбасы, әрине әйел үшін бірінші орында ғой. Менде де солай. Баланың тәрбиесі, отбасы, өмірлік қосағын, оның көңілінен шығу. Сөйте жүре жоғары оқу орнында оқығаннан кейін, жұмыс істегеннен кейін сабақ берумен ғана шектелмеу керек. Ғылым жолында да өзіңіздің сопағыңызды салуға міндеттісіз. Бос жүрмеу керек. Мен бір жасар кезімде мынандай ойлағаным болған еді, мен бір шындығымды айтайын. Мен ойлайтынмын, мен білім жеткілікті, студенттерге бар білімді беремін, әлде ізденемін. Мүмкін осы ғылым жолы емес, кандидат қорғамай жүре берсе болатын шығар деп ойлайтын. Кейін ойландым, жоқ, ол болмайды екен. Заман өзгеріп жатыр, қоғам талабы. Сіз жоғары оқу орнында істедіңіз бе, міндетті түрде сіздің ғылыми атағыңыз болу керек. Ол үшін ғылымды сіз емін-еркін, ол ғылымдар айтқан сияқты, емін-еркін аралауыңыз керек. Емін-еркін соның тұңғиығына батып, не қандай құпия бар, не бар, соны анықтау міндетті түрде қажет болды. Сол енді отбасының әрине өзінің белгілі бір жүгі бар ғой. Бірақ бұл жерде өте қолдау керек. Ол қолдау менің жолдасымнан болды. Жағдайымды жасады, мүмкіндік болды. Туған туысқандарым болды, бала қарайтын деген сияқты. Бірақ дегенмен де бәрі өзіңіздің шешіміңізге байланысты. Ғылыммен айланысам десеңіз, одан бір нәтиже шығарам десеңіз, расымен де сол қолдаудан бір нәтиже шығару керек болды. Өзіңнің туа пайда болған мінез құлқың бар, намыс бар, артыңыздан еріп келе жатқан
жас ұрпақ бар, сіңілерім бар, бауырларым бар деген сияқты. Солардың алдында да мүмкін өзімді танытуым керек болған шығар. Өзімнің ішкі әлеуетімді көрсетуім керек болған шығар. Расында да мен ғылымға мүмкін бейімділігім бар да болар деген оймен екеуін қатар тең ұстауға болды. Әрине таразы басты үнемі тең болды деп айта алмаймын. Бір кезде ғылым басып кеткен кезі болды, бір кезде отбасылық жағдаймен де, ол енді одан біз қашып құтыла алмаймыз ғой. Отбасы болғаннан кейін бала, оның жағдайы, оның тәрбиесі, денсаулығы, немесе үйдегі ахуал, психология, климат деген сияқты туған туысқандар бар. Мен біреуге келінмін, біреуге жеңгемін деген сияқты. Әрі бір жерде бірнеше рөл атқаратын керек болды. Сондықтан да ғылымды да тастамауға тырыстым, екеуін тең ұстауға тырыстым. Бір нәтиже бар сияқты содан. Қазіргі психология ғылымындағы, қазақ психология ғылымындағы ең мықты профессор деп айтсақ, қателеспейміз. Оныңызға рахмет. Қателеспейміз. Сондан көш басында тұрған ғалым. Біздің оқуға түскен кезімізде психология мамандығына түстік қой. Ол кезде психология деген сөзді қоғам айтпайтын, қоғамда психология деген сөзді естімей келіп оқуға түскен мамандарымыз біз негізі сол кезеңде. Сонда психология мамандығына түскен кезде мен қандай мамандыққа түстім, алдағы уақытта кім болып жұмыс жасаймын деген сұрақты мен бірінші курста келіп қойғам өзіме. Себебі біз үлкен арман қуалап келдік қой, филолог боламын деген сияқты. Филологияға үш салмай, филологияға өкпелеп, содан психологияға кездейсоқ келген адаммын. Бірақ қазір енді Құдайға шүкір осы психологиядан нан жеп отырмыз ғой. Сіз менің де алдында психологияға түстіңіз ғой. Сол кезде психологияны қалай қабылдадыңыз? Енді мен жалпы психолог мамам бар, психологиядан ғылым бар деп ойлаған емеспін. Өйткені бұл мектептің программасында болған жоқ қой. Және біз мектеп қабырғасында жүргенде бізде мектеп психолог деген мүлдем ұғымда болған жоқ, ондай мамандықта болған жоқ, ондай түсінікте болған жоқ. Енді менің осыған келуіме түрткі болған мынандай, мен негізі биолог боламын дегенмін. Ал енді психология қазіргі менің мамандығым биологиядан алшақ кеткен жоқ. Биология, психологияның өзінің негізі жаралыстану ғылымдарынан ғой. Сонда мен аса алшақ кете қойған жоқпын деп ойлаймын. Ал енді осы менің психология келуіме тікелей түрткі болған тағы да мен ұстаздарым. Қаскелең педагогикалық училищесінде оқып жүрген кезде осы мына психология, балалар психологиясынан, жалпы психологияны сабақ берген, қазір өмірде жоқ, ұлағатты ұстаз, сондай бір дановой адам еді, Ғайша Нығметқызы Нұрметова. Сол кісі айтатын, Мариям, ары қарай оқуын жалғастыр. Осы Қазақ ұлттық қыздар университетінде осындай мектепке дейінгі тәрбие бар. Сол жерде психологияны тереңдетіп оқытады деп. Мен енді колледжде оқып жүргенде, педучилищеде оқып жүрген кезде психологияны өте жақсы көрдім. Маған қызық болатын. Өзіңді өзің бір зерттеу ме, өзіңді өзің тану ма, өзіңді өзің басқару ма, яғни баланың психикасы қалай, әрбір жас кезеңдерде бөліп, даже әрбір айына бөліп оқытады. Сонда мен ойлаймын, қалай баланы қалай тануға болады. Сонда сол жаңа балалар психологиясымен жалпы психологияны оқып жүріп, шыны керек мен өзім тани бастадым. Сөйтіп менде қызығушылық пайда бола бастады. Курстық жұмыс, ол кезде міндетті түрде қорғайсың. Қорғағанда жеке мұғалім болып қорғамайсың. Өзінің ең топтың алдында 30, 50, 60 студент отырады, соның алдында жариялы түрде қорғайсың. Міне соның барлығы мен ойлаймын қызығушылық тудырды деймін деп. Сөйтіп осы өзіміздің қазіргі қара шаңырақ, қазақ қыздарының қара шаңырағы атанған Қазақ ол кезде мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде түсіп психологияны жалғастырдым. Сол енді жаңа сіздің сұрағыңызға, сіз берде бітіріңіз, мен 81-85 жылдар оқығанмын, студентпін. Ол кезде психологияның екенін бүкіл көпшілік білмейді, ата-ана білмейді, орта қоғам аса біліңкіремейді. Мен кейін диплом алып барған кезде жаңа бір көзі ашық бір ағамыз бар еді, сондай бір жоғары лауазымда қарап отырып, мынандай мамандық қайдан тапқансың дейді. Вот көрдіңіз бе? Өйткені бұл беймәлім болып, құпия болып келді деген сияқты. Мүмкін шетелде ол сол кезде танымал болды ғой. Сол кезде қаншама зерттеулер болды. Ал Қазақстанда әсіресе мына мектептердегі психолог маманның болмауынан да деп ойлаймын. Сол кезде біз бітірген кезде мынандай жаңсақ пікір болатын. Сен не сонда психбольнойларда психикалық ауру бар адамдармен жұмыс жасайсың ба деген сияқты сондай сұрақтар қойылатын. Ол қоғамда әлде бар. Иә, ол әлде бар, дұрыс айтасыз. Енді қазіргі жастардың психологиясында өзекті қандай мәселе бар деп ойлайсыз?
Иә, бұл күрделі сұрақ. Қазіргі кезең жастар енді ұрпақ жаңарып жатыр. Қоғам өзгеріс болып жатыр. Қандай талаптары бар? Олардың алатын ақпараттар өте көп. Солай ғой. Тек қана бұқаралық ақпарат құралдары емес, әлеуметтік желілері бар. Қаншама бағдарламалар бар, мысалы, солардың бәрінен алып жатқан ақпарат өте көп. Оны балалардың қабылдап үлгеру де мүмкін емес. Мүмкін сондай да жағдайлар болар, мысалға. Қазір балалардағы осы ең өзекті мәселе балалардың өзін-өзі тануында, содан кейін балалардың бір жанашырлықтың өзінің құрдастарының арасындағы оң қарым-қатынастың бір кемшін түсіп жатқандай ма, сондай болып көрінеді. Себебі неге? Мен оны тегінен айтып отырған жоқпын. Қазір жасөспірімдер арасында зорлық-зомбылық өте көп. Қазір айтып буллинг көп. Бұл өте қоғамда үлкен күрделі мәселенің бірі. Сондықтан бұл психологиядағы қазір өзекті, жалпы қоғамда өзекті мәселенің бірі. Осы тақырып аясында сізді келесі бағдарламаға шақырсақ, кеңінен бір әңгіме қозғайтын, Жақсы. Мотивациясы төмендеп кеткен кезде бала не істеуге болады? Өзіне сенімді болу үшін не маңызды? Жалпы мотивация туралы айтқан кезде, оның төмендегі деген ұғымды айтқан кезде, бұл адамдардың жалпы түрлі сәттердің өтуі. Мотивацияның төмендеуінен қорықпау керек. Наоборот, адам онымен күресудің жолын, тәсілдерін үйрену керек. Мысалға, егер де адамда мысалға мотивация төмендегенін сезінетін болса, бейжайлы адамды жаңағы өзін шыға алмайтын болса, мүмкін үзіліс салу керек шығар. Өзіне бір істеп жатқан ісінен бет бұрып бір үзіліс салу керек болатын шығар. Ал үзіліс дегеніміз адамды жаңа ойға, жаңаша бір көзқарасқа жетелеу әбден мүмкін. Бұл дегеніміз адам үшін бұл бір серпіліс алу және бір жаңа қадам жасау дегеннен басталады. Онан кейін мысалға осы мотивацияны көтеру үшін де сіз алға қойған мақсатыңызды қайтадан бір қарауыңыз да керек шығар. Бұл сіздің мақсатыңыз өзгерту деген сөз емес. Сіз алға қойған мақсатыңыздың бір тәсілдерін, жолдарын қайтадан қарастыруыңыз керек шығар. Мен өзім сөйтіп ойлаймын. Осы сізге жаңаша көзқарас алып келуі мүмкін. Содан кейін өзіңіздің жоспарыңызды жасаңыз, күн тәртібіңізді өзгертіңіз. Бұл да мысалға мотивацияны жаңағы көтеруге тікелей әсер етеді. Содан кейін тағы бір жағдай, мысалға біз кейде біз былай марапатты біз кейде бір әкімшіліктен, жоғарғы бір тараптардан күтеміз. Ал неге адам марапатты өзін өзі жасамайды деген сұрақ туындайды. Мысалы, менің өзімнен мынандай болады, мысалы мен көптен қолым бармай, бір арнайы уақыт бөлмей жүрген бір ісім болады. Сол істі кейде өзім ерік-жігерім жанып сол істі жасап бітірген кезде, әзіл үшін айтайын, кейде өзім мақтан, өзім-ай дейтін кез болады. Енді өзімізді мақтан. Өзім-ай деп кейде өзім бір ізді болым. Сол кезде мысалға өзім кейде бір марапатым деп ойлаймын. Бір жақсылап шай ішу, немесе өзім жақсы көрген кофені ішу деген сияқты. Болмаса кейде мысалға балаларды алып бір паркқа бір серуендетіп келем, яғни көңілім тыншыды деген сөз. Яғни ол менің өзімді өзім жігерлендіру, өзім ішкі мотивациямның көзі жаңағы сәттіліктерімнің, болмаса бір әлеуеттің, болмаса ішкі бір сенімділіктің бір жаңа қадамға басу деп ойлаймын. Содан мотивацияны осылайда көтеруге болады деп ойлаймын. Оның тұңғиығына түсіп кетуге болмайды. Мотивация біреуден күтуге болмайды. Бәрі адам ішкі сеніміне байланысты. Бәрі адам өзіне байланысты. Сіздің жоспарыңызға байланысты, мақсатқа жетудегі қиындықтарды ығыстыруға байланысты, қиындықтарды жеңуге байланысты. Сондықтан жан-жақтан іздеудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Сіз өзіңіз ішкі жан дүниеңізге үңіліңіз. Сол кезде. Сырттан келген мотивациядан да іштен шыққан мотивация өте жоғары болады, және оның нәтижесі көбіне. Мынандайды айтуға, даже ортаны өзгертуге болады. Орта деген сіздің кәдімгі ортаны мүлдем өзгертіп тастаған деген сөз емес. Мына шабыттыңызды беретіндей адамдардың мен аралассаңыз. Міне олардың да. Болмаса осы сияқты бір подкасттарға.
подкасттарды көріп сонда табысқа жеткен адамдардың даже өмір жолынан бір хабар ақпарат алатын болсаңыз, сол да сіз шабыттандыру мүмкін, сол да сіз мотивацияға жетелейді. Көрдіңіз бе? Өзіңді дамытқың келсе, өскің келсе, тұлғалы осы болсын десең, онда сен өзіңнен жоғары деңгейдегі адаммен аралас деп айтады ғой. Оның да үлкен бір мағынасы бар. Сонан кейін мынандай да жағдай бар, мысалы қазір енді ол жасырын емес, әлеуметтік желілерге көп тәуелді болып кеткен адамдар бар. Мысалы әлеуметтік желіндегі әдемі қызылды жасылды бояу өмір жасөспірім тұрмақ үлкен адамдардың өзін қызықтырады ғой. Көбінесе әйел заты соған қатты қызығады, мен байқадым. Сонда ана әлеуметтік желідегіні біреудің өмірін қарап отырып, негізгі істелетін істің барлығы қала береді. Сөйтіп уақыт өтеді, жауап беретін, тапсырманы орындайтын кезге келген кезде қабеттігін айтады. Содан кейін ол күйгелектенеді, ол күйзеліске түседі, уайымдайды, айналасында хаос пайда бола бастайды, отбасында бір эмоционалдық теріс көңіл күй пайда болады, ана өзінің көңіл күйіне байланысты. Сондықтан бір сәтте болса, адам ойланып, әлеуметтік желіден де қол үзе тұру керек. Міне бұл да сізге бір жақсы бір мотивация болады. Ойлануыңызға әсер етеді. Үнсіздіктің өзі адамға үлкен сабақ қой деп айтқыңыз келіп тұр ғой. Енді шаршаған кезде, күшіңіз таусылған кезде өзіңізді қалай қалпына келтіресіз? Енді адам ылғи да мотивация алып жүре бермейді ғой. Адам болғаннан кейін бізде де бір шаршау болады, күшіміздің таусылған кезі болады, тұңғиыққа бір батып кететін ойлар бізді төсекке қарай тартып тұрады. Сондай кезде өзіңізге қалай қалпына келтіресіз? Әрине, ол етпенен сүйектен жаралған пендеміз ғой. Енді біз кемелденген жасқа жетіп қалған адамдардың біріміз ғой. Шаршау болады, қажу деп айта қоймайын. Кейде бір күнделікті өмірде бір жұмыс қауырт болып кеткен кезде бір шаршау болады. Немесе бір өзің әлеуметтік, болмаса бір отбасылық, бір қолыңыз жете алмай жатқан, бір қанша күш жұмсасаңыз да орындалмай жатқан бір жайттар болады. Сол кезде әрине адамда шаршау болады. Бірақ мен сол шаршауды өзімді өзім басам. Мен оны бір айтады, мен ұйықтаймын дейді. Жоқ, мен де ұйқыға өте мен сирек адаммын. Мен іс-әрекеттің басқа түріне ауысам. Басқа бір түріне ауысам. Сол одан кейін тағы бір үшінші бір түріне ауысам. Сөйтіп іс-әрекеттің түрін ауыстырып отырып, шаршағанды ұмыта бастаймын. Кейде мынандай, мен мүмкін өзімді аямайтын да шығармын. Кейде менің іс-әрекеттің бәрі жазу жұмысымен, компьютермен тікелей байланысты болғаннан кейін, сонда отырып, соның өзінде де екі жұмысты кейде бір қатар атқаратын кезім болады. Мынаны жазып қойып, ойым бір таусылдау, бұдан қоя тұрайыншы деймін де, екінші бір өзі жаңа бір тың ойымды, ары қарай бір тапсырмамды жалғастырып, оны да бір аяқтап тастап жататын кезім болады. Сол арқылы күш алам дейсіз? Сол арқылы мен күш алам. Мен жата қалып, ұйықтай қалып болмаса, өзімді өзім жегідей жеу деген жоқ. Мен бәрібір де іспен шұғылдану арқылы кейде бір домбыра тартам, домбыра тарту өнерім бар. Ол да менде кейде музыка тыңдаймын деген сияқты. Сөйтіп, үй шаруасымен айлансам, немерелерді ойнатам, соның өзі маған үлкен күш береді. Аналардың жақсы эмоциясы, балалардың еркелеуі, солардың бір көңіл күйден шығып жатуым, мені шаршамауға тырысам, қажымауға тырысам. Шаршау уақытта жоқ. Шынымен де шаршау уақыт жоқ. Негізі енді адамның әрқалай ғой, мысалға мен шаршағанда ұйықтаймын. Жақсы. Апа екеуміз антоним болып тұрмыз ғой. Мен ұйқыны болады сондай уақыт, мен ештемеге қарамай ұйықтаймын. Сол ұйқыдан күш аламын. Ол да болады, Ол да болады, жалпы сіздерді тыңдап отырмыз ғой бағанадан бері. Және Мариям Құрманғалиқызының біз студенті болғанымызға қуанамыз. Сізбен үнемі мақтанып жүреміз әр жерде. Және осы орайда мен сізге сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы ғылым жолына осы сіздердің арттарыңыздан келе жатқан жастарға қандай ақыл айтар едіңіз? Өмірдегі ең оңай нәрсе біреу ақыл айту дейді. Сондай бар, ақыл айту деген оңай. Қазір соны жастар тыңдай ма дегенде кейде ой туады. Мен ақыл айтқаннан көрі бағыт бағдар бергенді жөн көрген болар едім. Сен қандай жолда кетіп бара жатырсың, дұрыс жолда ма, бұрыс жолда ма, неге көңіл бөлсең деген. Егер де бала, мысалы студент ғылымға бір бейім болатын болса, мен қуанам. Соны ары қарай дамытуға тырысам.
ондай қазір әріптес кезінде студентім болған, соған жетекші болған кейбір студенттерім қазір өзімен қатар әріптестер. Міне соларға мен солай барынша ықпал етуге тырысқам. Қазір олар да өз деңгейінде белгілі жетістіктерге жетіп жатқан мамандар десем де болады. Сондықтан ең бастысы мақсаты анық, айқын болу керек жастардың. Әсіресе ғылымға келген мақсаты айқын болу керек, жоспарлы өмір сүру керек деп ойлаймын. Ғылымға келгеннен кейін сен өміріңнің өзін бір тәртіпке, күн тәртібіне салған дұрыс. Ол ондайды кешірмейді ғылым. Сен күні кешке ұйықтап, күні кешке дейін серуендеп, саяхаттап жүрсең, онда ғылымға да қандай, бәрін бір балансты ұстау керек сияқты. Бәрін көру де керек, бәрін мысалға айлансу керек. Бірақ ғылымға егер келдіңіз бе, ғылым шын ақиқат болу керек. Сіз өзіңіздің белгілі бір қолтаңбаңыз болу керек, қосқан үлесіңіз болу керек. Бір әлемдік деңгейдегі жаңалық ашу емес, сіз өзіңіздің айланысып жүрген мәселені, ғылымда проблемасы дейді ғой, соны қандай сізге қосқан үлесіңіз бар. Соған келу үшін де мен айтқан жаңа қасиеттер керек. Табандылық керек мінездегі. Солай ғой. Соны адалдық керек ғылымға. Содан кейін жазуға деген отыру үшін де адамға ерік-жігер мықты болу керек. Және оның креативті ойлау жүйесі де қажет. Ол үшін іздену керек, көп оқу керек, кітаппен дос болу керек. Өйткені білімнің бәрі кітапта ғой. Сондықтан оны өмірлік серік ету керек шығар деп ойлаймын. Өмірлік ұстанымыңыз? Өмірлік ұстаным деген, ол сіздің өмірлік ұстаным деген адамның өмір сүруіндегі бір ішкі сенімдердің жүйесі деп қабылдаймын мен. Енді өмірлік жүйеге қалай айтуға болады. Мысалға, мен деп айтпай қойын, жалпы адамдардың өмір сүруінің негізгі ұстанымы үнемі даму шығар деп ойлаймын. Үнемі даму үстінде болу керек шығар. Өйткені өзі тіршілік иесінің өзі үнемі даму үстінде болмай ма? Сондықтан мен ойлаймын, өмірдің негізгі мәні үнемі дамуда дейміз. Егер жаңа басында біз сәтсіздіктер туралы айттық қой. Сіз сәтсіздікке ұшырадыңыз ба, одан ешқандай да жаңағы одан трагедия жасамау керек. Сәтсіздіктің өзі сіздің бір болашақ жетістігіңіздің баспалдағы да болуы мүмкін. Бұл да сонда сәтсіздіктерінің өзі де бұл одан шыға білу. Сабақ алу, ол да сіздің өмірдің ұстанымыңыз болу керек деген сияқты. Содан кейін қарапайым болу. Мысалға, ақтан берді жыраудың мынандай сөзі бар. Ақбоз атқа міндім деп, артқы топтан адаспа дейді. Осыны үлкен философиялық ой жатыр, психологиялық пайымдау жатыр. Себебі неге? Сіз өзіңіз бір жетістікке жетіп алдыңыз ба? Болды, бітті, артқа ешкім емес сізге деп алға шаба беруге де болмайды. Сіз ғалым болсаңыз да, бір кереметке жеткен жетістігіңіз болса да, сіз көпшілікпенсіз. Соны жүзеге асыра аласыз. Ұлық болсаң кішік. Қазақ айтады, ұлық болсаң кішік бол дейді. Қандай керемет сөздер. Сондықтан мен ойлаймын, бұл сіздің ұстанымыңыз болу керек. Содан кейін міндетті түрде жақсылық жасаудан жалықпаңыз деген айтар едім. Сіз жақсылық жасау дегенде біреуге, мысалы материалды жағдайын емес, біреуге мен айттым ғой, біреуге оң жол көрсетіп жіберсеңіз де, қиналып тұрғанда қол ұшын беріп жіберсеңіз де, сөзбен жылы сөз айтсаңыз да, ол сіздің жақсылық жасауыңыз. Міне бұл да әр адамға бір өмірлік ұстаным шығар деп ойлаймын. Жауапкершілік ол міндетті түрде, Содан кейін всегда әр кез мысалға өзіңіз жауапты бола білуіңіз керек. Әрине, айналамыздағы студенттерімізге, оқушыларымызға да біз оның өміріне жауаптымыз, бірақ дегенмен де ең бірінші өзіңіз жауапкершілікті сезінуіңіз керек. Қандай іс болсын. Бұл өмірдегі мен ұстанымым. Мысалға, өзімде қарапайым бол, өтірік айтпа, біреудің сөзін естісең екінші біреуге жеткізбе деген мен анамның сөзі. Анам марқұм айтушы еді, қаншама адамдардың құпиясы сыры өлгенде өзімен кететін шығар дейді. Сондықтан да мен көп жағдайда біреудің сөз біреуге айту, тасу, бала кезімнен жұға дейді. Бұл да менің өмірім ұстанымым десем де болады. Мариям Құрманғалиқызы, сіз маған тұлға ретінде сондай қатты ұнайсыз. Өзіңіздің осы ғылым жолыңызды бізбен бөлісіп жатқаныңызға көп-көп уақыт тауып, бізбен сұхбаттасуға келгеніңізге көп-көп рахмет. Менде бір сұрақ, енді біздің жасымызға 20-21 жаста ғой. Өзіңізге сол жас 20 жастағы өзіңізге не айтар едіңіз деген сұрақ болып тұр. Рахмет, Жібек.
қазір мені қалыптасқан тұлға, кемелденген маман ретінде көріп отырсыздар, иә, байсалды, байыпты, иә. Мен де сендерде жас болғам, менде де мінез болған. Мен 20 жастағы дәл өзіме не айтар едім, қыздар? Мінезімдегі қызбалықты айтар едім. Соны 20 жасымда болатын болсам, сол қызба мінезімді, бірден эмоцияға беріліп кететінімді мен тиған болар едім. Менде мынандай бір әдет болатын жас кезімде. Жас бала кезімде де, мектепте оқып жүрген кезде, даже педучилищеде оқып жүрген кезде. Ол әдетім мені институтқа келгенде сәл-сәл өзімді есейдім, өзімді ұстай бастадым. Соны мынандай әдет болатын. Бір әлсіздеу, бір нашарлау оқитын қыздар болса, соны бір кейбір қыздар болатын. Солар кішкентай батылдау сөйлеу, төмендетіп, деп сөйтіп нететін қыздарға. Соны мен бірден, оған қатысы жоқ. Мына жақта жатып, мен өзім бірден атылатымын. Неге сен деп сөйлейсің? Неге ол сен оны төмендетесің? Неге оны жәбірлейсің? Сөйтіп, сол қызбен мәселені шешіп кететімін. Мектепте де дәл сондай болатын. Сөйтіп, қызба, эмоциямды солай шығаратым бірден. Мен сондай төзбейтімін ана біреуге, жаңағы әлімжеттік, қазір бөлініп қой былай қарасаң. Әлімжеттік жасап, анадан жоғары мен дегендейді көрсететін болсам, мен қатты осы қызбалық көрсетіп кететін. Соны төзбейтімін. Сөйтіп кейбіреулермен ренжісіп те қалатымын. Кейін оны қоя бастады, есейгеннен кейін, мамам болып қалыптасқаннан кейін, ол ортада әсер етеді ғой. Мен мектептен кейін барып түстім ол жерде. Еркелігімде болған шығар, көп баланың ең кенжесімін ғой. Ол да бар шығар, беттен қақпай өсіргеннен ол да бар шығар. Мүмкін менікі бәрі дұрыс деген өзімнің бір жаңсақ ойым да шығар. Мүмкін балалықта шығар, шындайда анандай бір әлімжеттікті көргеннен кейін төзбейтінде мінез құлықтан да болар. Мен сондай бір әдетім бар болатын. Ал 20 жасымда мен соған қазір ақыл айтар едім. Сондайдан кішкентай көркем мінез дейді ғой. Жаңағы мұсылман ненің хадистерінде айтады ғой, көркем мінез. Сол көркем мінез қыз балаға керек. Қыз балаға керек. Мен солай да жауап берер едім. Рахмет көп. Иә, қызға көркем мінез өте керек. Кейін бірақ оны түсіндім өзім, болмайтынын түсіндім. Енді өмір өзінің ыңғайына алып келеді ғой, келтіріп алады. Мен бір нәрсені айтайын, сол адамдағы қыз балада сондай мінезі, менің өзім мінезімді қалыптастырған, мен таңдаған мамандығым. Мамандық адамды өзгертеді деген рас. Мен оған сенем. Өйткені біз адам жанын түсінетін, адамның қыр-сырын зерттейтін психология деген ғылымға тікелей келгеннен кейін, соны оқи отырып, соның жаңағы адамның жеке психикалық ерекшеліктерін, қасиеттерін, мен соның тереңіне отырып, мен өзімді өзім зерттедім. Мен тікелей зерттедім демесем де, мен соны мен өзім түсіне бастадым. Мына жер мынандай екен. Мен содан өзім сабақ ала бастадым. Қоя бастадым. Енді ол бар ғой, мынандай ғой, жаңа қанмен келген мінез сүйекпен кетеді дейді. Әліңге дейін бар енді қызбалық, бірақ кейде ұстаймын өзімді. Ол мысалға жасыма да кейде бір қатты айтып қалатын кезім болады. Бірақ бірден түсініп бірден өзім сабырға шақырамын. Әжеңіз айтқанша осы тентектен бірдеңе шығады деп. Мен ұстазым айтқан. Осы сарғызыңнан адам бір шығады деп. Негізі тентектерді жақсы көреді ғой ата әжелер. Менің бастаушыдан сабақ берген Жамал апай деген бар болатын. Сол кісі біздің үйге жиі келіп тұратын, бір жаңа көрші тұрдық, сонда айтатын, ол басқасын білмеймін, осы сенің сарғызыңнан бірдеме шығады дейтін. Енді ол кісі өмірде жоқ, балалармен араласамын. Кейде сол апайдың шында да бір ұстаздың ауыз дуалы ғой негізі. Ұстаз деген дана адам, әулие адам деп есептейтін болсақ, сол кісінің айтқан сөзі де мүмкін бір байқағанда шығар, мінез құлықтан, әдетімнен, алғырлығымнан мүмкін. Сөздің күші, қазір мына психологияны оқып жатқандан өзіңіз түсінген шығарсыз, мына сөздің құдіреті, сөздің күші, иә. Сондықтан сөзіңе абай бол деп айтады, не шықса да аузыңнан жақсы сөз шықсын деп жатады ғой, соның барлығы шынымен де сенің бір кейде тағдырыңа әсер ететін шығар. Сондықтан апайыңыздың сол айтқан сөзі шынымен де қазіргі таңда жолға түсірді, жетістікке жеткізді. Сенімінен шықтыңыз
сенімін ақтадыңыз. Ол да бар. Иә, мүмкін олар бұндай ғалым болады деп ойламаған шығар. Иә. Бірақ сіз шынымен де қазақ психологиясының тарихында қалатын ғалым болдыңыз. Негізі студенттерге де айтамын, бұл ғылым жолындағы менің ұстазым, менің ғылыми диссертациямның жетекшісі. Қазір бір проектте жұмыс жасаймыз. Одан кейін ғылыми жобалардың жетекшісі. Сондықтан біз бұл кісінің ізін басып келеміз. Біздің артымыздағы ізімізді басып келе жатқан жастарға сондай бір жақсы, бағана өзіңіз айтқан көркем мінезбен, шынайы адами қасиетімізбен естерінде қалып жатсақ, оның өзі үлкен бір бақыт деп ойлаймын. Енді адамның арманы таусылмайды ғой. Ол өлгенде ғана тоқтайды, нүктесі қойылады екен. Арманыңыз қандай? Мен былай деп көз алдыма елестетемін, әсіресе жастарға қаратып айтатын болсам, армансыз адам ескексіз қайық дейді. Мысалға, ескексіз қайыққа отырып, ашық теңізге, мұхитқа шығып көріңізші. Көз алдыңызға елестетіңізші, қорқыныш билей ме жоқ па? Қолыңда ештеме жоқ, ескек жоқ, қару жоқ мысалға. Бір алғашы келген толқынмен ақ кетесіз, тұңғиыққа батып. Сондықтан мен ойлаймын, армандау керек. Арман сіздің өмірлік жоспарыңыз, мақсатыңыз десе де болады. Арман таусылған ба? Әлі де өмір сүре берсек, жақсылықты көре берсек, заманның жақсы жағына бұрылғанын көрсек, баламыздың жақсы жетістікке жеткенін көрсем, немерелім өсіп келе жатыр, немерелердің бір қызығын көрсем, атасының атын шығарып жатса деп айтам, жақсы бір тұлға болып қалыптасса, мейірім шапағаты бар, ешкімге зиянын тимейтін, өзінің ішкі менін көрсете алатын, қандай қиыншылықтан, табандылықпен қарсы тұрып, өзінің мақсатына жете алатын бір тоғырлы, жақсы тұлға болса деп арманым бар. Әйтпесе енді әлеуметтік жағдай, қаржылық жағдай ол арман емес қой. Жаныңыз аман болса, деніңіз сау болса, табуға күшіңіз бар. Жұмыс істесеңіз, үкімет ақша төлейді. Солай ғой, қаржын табуға болады. Ал менің жаңа жоғарыда айтқандарым, менің ол армандарым, жоспарларым, балаларымның болашағы жарқын болса екен. Әрине менің өмір сүріп отырған ортам жақсы болса, қоғам жақсылық жағдайға жетсе, біздің өзіміз сабақ беріп жүрген студенттеріміз, магистранттарымыз қазіргі заманауи технологияның тілін білсе, тіл білсе, басқа да әлемдік деңгейде өзінің қатарында тұра алатын жақсы бір маман болса, жетістікке жетсе деп ойлаймыз. Арман сол, ұстаз болғаннан кейін. Ұстаздың арманы таусылған ба? Анамыз, әжеміз, ұстазбыз. Қай жағынан болса да біз жастардың болашағын алаңдаймыз бәрібір. Отбасыңыздың қалқаны болып аман болыңыз. Сіз қалқаны болған кезде шынымен де олар биік жетістіктерге жететінін білеміз. Амин, рахмет. Деген бір тілекшіміз. Енді мына қысқаша бір жылдам жауап беретін, ойланбай сұрақтар қойып кетсек, алғашқы келген ойыңыздағы жауаптарды айтып отырсаңыз. Ал керек. Өмірде ең бағалайтын қасиетіңіз? Адалдық. Өте жақсы. Сізге шынайы күш беретін нәрсе не? Ол сенім ішкі. Қандай сөз сізді өмір бойы жетелеп келеді? Мықты бол. Сіз үшін бақыт деген не? Бақыт туралы көп нәрсе айтуға болады. Мен осы көп айта берсем, оның шегіне жете алмаймыз. Аман есен бүгінгі таңда аман есен оянғаным. Күнді көргенім. Қандай сәтте өзіңізбен мақтандыңыз? Ең алғаш. Мен енді ондайлар көп өмірімде. Ең бірінші сәт. Ең алғашқы. Енді жас кезімде айтпаған күннің өзінде өмірге бала келгенім. Әр әйелдің. Мен өмірге бала келіп, ұрпақты өмірге әкелгенімін. Бір азаматтың өмірін жалғағаным үшін мен қуанған кезім болды. Қалған қуанышта, ал осы қуанышымның жөні бөлек. Оның кейінгі өмірге екінші ұрпақ жаңағы немерелердің келуі. Кімнен көп нәрсе үйрендіңіз? Ең бірінші анамнан, ол міндетті түрде. Оның кейін ұстаздарымнан, айналамдағы жақсы адамдардан. Сіздің бойыңыздағы ең басты күш? Мен ерік жігерім мықты деп айтады, мені білетіндер. Егер де сіздің бүйтіп айтады ғой, даже менің жолдастары айтады ғой, тауға апарасың деп, еркек жасай алмайтын нәрсені жасайсың деп, мен ол баға шығар деп, мен оған дандасып кетпеймін. Ол мені тағы бір жаңа іске бағыттайды. Қай кезде өзіңіз мен осы дұрыс жолда келе жатырмын деп сезіндіңіз? Қай жасыңызда?
енді тікелей жасым деп айта алмайтын шығармын. Бір кезеңдер, осы мен жаңа айттым ғой, ғылымға келу жолын айтатын болсам, бұралаң жолы көп қой. Енді адасу болды деп айта алмаймын. Бір кейде осыны келген дұрыс па дегенде бір өзімді дүдамал ой туындап, кейін осы тақырыпты алып, осы тақырып ұнап, осы тақырып бойынша мынау оқу құралын жазуға маған ұсыныс түскен кезде, мен әлі кандидат емеспін, ғылым кандидаты емеспін. Сол кезде мен өзім ойладым, мен дұрыс жолда келе жатыр екен деп. Содан 1992 жылы шағын бір кітап жасап шығарды Қорлан Тоқтамысовпен бірігіп. 96 жылы білім баспасынан Ғани Рахмеевичтің басқаруымен жалпы психология оқулығының бір тарауын жаздым. Сізге бәрін қайта бастау керек болса, не өзгертетін едіңіз? Осындай сұрақтар өзі көп жағдайда тұлғаларға қойылып жатады. Олардың жауаптары мен осыны қайтадан бастар едім деп айтады. Мен де содан ол жауаптан кете алмаймын. Өйткені мен бойыма сіңді. Бұл қызмет, мамандық, менің өзім өмір ұстанымым бойыма әбден сіңді. Сондықтан егер мен қайтадан өмірге қайтадан бастау керек болатын болса, дәл осы жолды қайталап басар едім. Әрине өзгерістер болады. Ол кезде мен өзгерістерді ойланған болар едім. Мүмкін ғылымды ертерек бастаған болар ма едім деген сияқты. Бірақ осы проблемамды арғай жалғастырған болар едім. Осы жолмен қайтадан жүріп өтер едім. Үнсіздік сіз үшін не білдіреді? Бұл артқа шегінуде емес, жіберген бір сәтсіздік бола ма, бір болмашы, бір тайғанақтық кезеңдерінің бе, соған бір жауап іздеу арқылы болашақта айқын жолын анықтауға алып келеді деп ойлаймын үнсіздік. Өйткені үнсіздік көп нәрсені шешеді. Мысалға, дау-дамай кезінде үнсіз қалудың өзі де көп проблеманы шешеді. Сол сияқты өмірде де кейде бір шаршаған кезде үнсіздік, бір жаңа іс бастаудағы алдындағы үнсіздік. Айтады ғой, бір мұхитты теңізде бір тыныштық болып қалған кезде сен күт дейді, бір үлкен шторм болады дейді. Ал ол табиғаттың бір жаңалығы, заңдылығы. Сол сияқты өмірде үнсіздік, ол да бір жаңа бір заңдылықтарға алып келуі әбден мүмкін. Сол ішкі үнсіздікті сезіне алуда үлкен өнер ғой. Сізді ешқашан жалықтырмайтын іс? Жазу шығар деп ойлаймын. Мен жолдасым марқұм айтатын, сенің несібең осы қаламнан деп. Шынында да мен жазуым қаламымда, несібем қаламымда деп ойлаймын. Өйткені жаңа ақ қағазға қаламмен түсірген ойын қалады. Ертең ол мақала болып шығады, ол кітап болып шығады, ол бір бағдарлама болып шығады, бұл жаңа бір бастама болып шығады, бір жаңа бір жоба болып шығуы мүмкін деген сияқты. Бір күнде бәрін тастап кету мүмкіндігі болса, не істер едіңіз? Бәрібірде адам санасында бәрібір тұрады сенесің. Қазақта айтады ғой, қос қолыңды төбеңе қойып өмірден баз кешу деген бір. Өмірден баз кешу деген бәрін тәрк ету деген сөз. Біз енді ұстаз болғаннан кейін, ғылымда жүргеннен кейін біз оны тәрк ете алмаймыз ғой. Бәрібірде кейде бір шаршаған кезде бәрін тастап қойшы, жаптым деген күннің өзінде де айналып келіп соны ашасың бәрібірде. Айналып келіп сол қағазыңды ашасың, айналып келіп компьютерді қосасың, айналып келіп сол мәселеге қайта сізді алып келеді. Бірақ сізде ол жаңаша бір ой қалыптасады. Жаңа бір ой келеді. Мысалға мен мынандай бар, мен бір 5 беттік бір мақала бір жаздым ба, немесе 5 беттік бір ой жаздым ба, қайтадан ойласам, мен соған көптеген пікірлерді қосам. Бәрібірде сіз қайтадан алып келген кезде жаңаша ой келеді. Ғибратты, танымдық сұхбат болды деп ойлаймын. Сондықтан сізге үлкен алғыс айтамыз. Рахмет. Соңыңыздан келе жатқан шәкірттеріңізге тек қана жақсы жағынан жол көрсетіңіз, шәкірттеріңіз сізді жақсы көреді. Қаламыңыздан қашанда қазақ психологиясының тарихында қалатын, болашақ жастар оқитын ізгі бір ойлар жазыла берсін деген бір тілегіміз бар. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Келесі кездескенше құрметті көрермен, жаңа жарты сағат бағдарламасы осымен тәмам. Алдағы уақытта бізбен бірге болыңыздар. Сау болыңыздар. Рахмет сізге.